Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен бірге өте дәмді болып шығатын хачапури дайындайтын боламыз. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап, менімен бірге жасап көріңіздер. Қажетті заттардың мөлшерін төменде описаниеда қалдырып кетемін. Бізге керек ұн, сұйық май, қант, тұз, дрожж, жылы су және де жылы сүт. Ең алдымен ыдысқа жылы су мен сүтті құямыз. Үстіне қант, сонан соң дрожжды қосып, жақсылап араластырамыз. Електен 2 қасық ұнды өткіземіз. Барлығын араластырып, бетін пищевая пленкамен жауып, жылы жерге 15 минутқа қоямыз. 15 минуттан соң қамырымыз ашыды. Үстіне тұз қосып, араластырамыз. Содан соң електен ұнды өткізіп, жақсылап қамыр илейміз. Алдымен қасықпен араластырып алдым. Содан соң столдың бетіне ұнды сеуіп, қамырды илейміз. Қамырымызды илеп болдық, қолға жабыспайтындай болуы қажет. Одан соң қамырды таза ыдысқа салып, бетін пищевая пленкамен жауып, 15 минутқа жылы жерге қойып қоямыз. Содан соң қамырымызға сұйық майды қосып, май қамырға сіңгенше 5 минут көлемінде тағы да илейміз. Қамырды ыдысқа салып, бетін пищевая пленкамен жауып, 40 минутқа жылы жерге қойып қоямыз. Біздің қамыр осылай 2-3 есе көтеріледі. Оны 2-ге бөліп, әрқайсысын дөңгелектеп, бетін жауып қоямыз. Енді начинкасын дайындайық. Оған ірімшік қажет, менде сулугуни және де сүт керек. Ірімшікке сүтті қосып араластырамыз және қалауларыңыз бойынша тұз қоссаңыздар болады. Одан соң қамырымызды дөңгелек етіп жайып аламыз. Ірімшікті қамырдың шетіне жайып шығамыз. Содан соң видеода көрсетілгендей етіп қамырды ішке қарай ораймыз. Ортасына да ірімшікті саламыз. Бізде 2 хачапури шығады. Оны пергамент қағаз төселген противеньге салып, жұмыртқаның сарыуызын бетіне жағып шығамыз. 220 градуста 15 минутқа пісіріп аламыз. Оған дейін 2 жұмыртқаны бөлек-бөлек ыдысқа жарып, дайындап қоямыз. 15 минуттан соң духовкадан алып, ортасын қасықпен ашып аламыз. Жұмыртқамызды салып, тағы да духовкаға 3 минутқа жібереміз. Біздің хачапури пісті. Ыстықтай күйінде бетіне сары майды қосамыз. Қамыры өте жұмсақ, дәмді болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына толықтай сенімдімін. Егер де рецепт ұнаған болса, видеоға лайк басып, каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.